Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге болгарлық маринадталған корнишондардың рецебін ұсынғалы тұрмын. Бұл рецепт өте оңай. Осы рецепттен кейін басқа рецепттарды қабылдамайтын болдым. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Қиярларыңыз қытырлап әдемі болып шығады. Алдымен қиярларымыздың сыртын жақсылап жуып, суға 3-4 сағатқа салып қоямыз. Банкаларымызды да жуып, булап, стерилдеп аламыз. Сіздерге алдыңғы видеоларымда сірке сумен стерилдеу әдісін көрсеткен болатынмын. Менде 1 литрлік 4 банка. Әр банкаға алақан көлемінде етіп, желкекті, яғни хренімізді салып шығамыз. Үстіне 3 данадан қарақат жапырағынан саламыз. Аскөк қолшатырынан да әр банкаға 1-2 данадан саламыз. 2 дана пиязымызды ортасынан бөліп, әр банкаға жарты дана пияздан текшелерге, яғни кубиктарға кесіп алып саламыз. Үстіне 2-3 данадан сарымсақ саламыз. Пиязды мен банканың бір жақ шетіне ғана салдым. Сол кезде пиязымыз банкада әдемі көрініп тұрады. Енді әр банкаға 2 данадан хош иісті бұрыштан, ірі қара бұрыштан 8-10 дана көлемінде немесе 1 шым-шым етіп саласыздар. Қыша дәндерінен, яғни семена горчицадан жарты шай қасық саламыз. Қыша дәндері қиярымызға ерекше дәм береді және банкаларымыздың атылмауына себепкер болады. Қиярларымыз 3-4 сағат суда тұрды. Тағы да 1 шайып алып, 2 шетін кесіп, банкамызға алдымен тігінен саламыз. Содан кейін банка толғанша көлденеңнен бос орын қалдырмай толтырамыз. Ең соңында жарты дана ащы бұрыш салып жібереміз. Достар, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде алғаш болып жүктелген видеоларымды көре аласыздар. Одан кейін төменде поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желіде осы видеомен бөлісе кетсеңіздер. Комментарий бөлімінде де пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздердің лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Банкаларымызға бос орын қалдырмай қиярларымызды салып шыққаннан кейін қайнап тұрған ыстық суды құйып 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан соң суын төгіп тастаймыз. Бұл суды мен екінші қайтара қолданбадым. Енді банкаларымызға 2 шай қасық тұз, 2 ас қасық қант саламыз. 1 шай қасық 70% сірке суынан, яғни уксустан құямыз. 1 дана аспириннан да салып шығасыздар. Қайнап тұрған ыстық суды құйып, банкаларымызды жабамыз. Банка қақпақтары да менде 10 минут шамасында қайнап стерилдеп алынды. Банкаларды тексеріп алуды ұмытпаңыздар. Толық суығанша көрпе астында ұстаймыз. Осымен біздің ең оңай жасалатын болгарлық маринадталған корнишондарымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен болған Нұржамал.